Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Сіздермен бүгін осындай гүлді манты жасаймыз. Сковородкада тез піседі және тез дайын болады. Ол үшін біз ең бірінші қамырын дайындайтын боламыз. Барлық заттарды описанияға жазып қоям, керек заттарымызды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеоны жіберіп алмаңыз. Түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Міне қамырымыз дайын болып қалды. Енді біз фаршымызды дайындайтын боламыз ары қарай. Бұл жерде өздеріңіз қалауынша картошка, асқабақ қоссаңыздар болады. Мен пиязбен укроп қостым. Және тұз бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызды жайып алдық. Міне осылай кесіп, стаканның көмегімен домалақтап аламыз. Тестамыз қатты жұқа болмау керек, қалыңырақ болғаны дұрыс бізге. Көріп тұрғандарыңыздай осылай жасайсыздар. Жақсылап ораймыз сосын. Енді біз подлив жасайтын боламыз. Подливке өз қалауымызша тоже сәбізбен, пиязбен қосаңыз да болады. Менде пиязбен бұрыш, помидор. Сковородкада қуырамыз. Тұз кішкене ғана саламыз, көп салмаймыз, қыздар. Жақсылап қуырып аламыз да, роза гүлді мантыларымызды орнатамыз сковородкаға салып. Томатты суға араластырып құямыз сковородкамызға. Көп қимаймыз, көріп тұрғандарыңыздай осылай батып тұру керек кішкене. Астын орташа отта қойып пісіреміз. Ақырын қойып қойыңыздар, қатты қайнағаннан кейін. 20 минутта піседі. Міне мантымыз дайын, ас болсын.